Сәлем достар, сіздермен Арайдың асханасы. Бұл жолы қарапайым асхана емес, өзімнің армандағандай зор асханамен таныстыратын боламын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Достар, сіздерге алдыңғы видеода естеріңізде болса айтып өткенмін. Мына жерге менің өзім армандағандай кухня жасатамын. Оны мама папа жасап береді. Мінекей осындай өзімнің армандағандай ас үй жиһазын жасап берді. Өзімнің көңілімнен 100% шықты. Мама папа, сіздерге көптен көп рахмет. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Достар, ендігі кезекте өзімнің ас үйімді сіздермен қысқаша таныстырып өткім келіп тұр. Осы жерге шкаф тұр, яғни бұның ішінде біз мантываркамыз, тефаль, қолданатын заттарды осы жаққа қойдық. Күнделікті қолданатын біздің тарелка, ыдыс-аяқтарымыз, мынаның ішінде ұн тұрады. Одан соң мынау бізде микротолқынды пеш. Бұның пайдаланып жатқанымызға уже 10 жылдан асқан шығар. Мынау бізде духовка, бұл жаңа, бұны жаңадан сатып алдық. Сатып алғалы әлі қолданған жоқпын, өйткені менде ескі духовкам бар, оны қолданып жатқаныма уже 3-4 жыл болып қалған шығар. Әбден соған үйреніп қалғанмын, енді қолданып көремін. Бұның іші өте үлкен. Пока посудалар қойып қойғанбыз, қолданбағандықтан. Бұның бір жақсы жері, қатты ұнаған жері, өзіме бұны құтап қоюға болады. Яғни тамақ пісіре салысымен бұл өте қатты ыстық болады, ол кішкене балалар күйіп қалмау үшін. Мінекей, тем более астында орналасқанда балалар осылай ашады, соған күйіп қалмау үшін. Қолданып болғаннан кейін осылай мінекей мына жерде кнопкасы тұр. Осы кнопкасын басса, пока суығанша бұл ашылмайды. Ең ұнағаны маған осысы. Мінекей мына астында да бар. Бұл жерде менің күнделікті болғанда сіздер білесіздер, рецепттер түсірем, торт пісірем, соның заттарын қойып қойдым бір жерге. Миксер, мына кольцо, ыдыс-аяқтар, торттың заттары барлығы осы жерде тұр. Одан соң енді өзімнің ас үйімнің жоғарғы жағымен таныстырып өтсем. Мына жақта біздің шайдың заттары, заварка, көк шай, қызыл шай, мына жақта кофе, қолданатын заттар, әр жағымыз бос тұр. Мына жақта да біздің шайдың заттары, мына жақта баламның кашалары тұрады. Одан соң осындай тумбочка бар. Мына жерде баламның печенье, тоже қолданбайтын заттар жоғарыға қарай қоямыз. Одан соң мына жақта біздің күнделікті ішетін біздің витаминдер. Одан соң мына жерде нан, майда-шүйде заттар. Мына жерде біздің заварка, қант, тұз тұрады. Одан соң посуда жуатын средстволар бар. Одан кейін мына уже жоғары жаққа қарай көп қолданбайтын заттарымыз, ыдыс-аяқтарымыз тұрады. Мына жерде мен осы решетка болған қаламап едім. Сөйтсек, бұл жерде біздің неміз тұрады екен. Посудаларымыз, күнделікті жуылған, қолданатын посудаларымыз. Соны күнделікті жуып болғаннан кейін су болғандықтан, егер мына полный жабық болатын болса, мына жақта сырость пайда болады. Сол үшін осыны специально осылай қылып жасапты. Бірақ енді бұлай бір көрінгенде қатты әдемі көрінбесе де, бұлай дәл осылай жасағаны өте жақсы. Ал мен өзім қарапайым кухонның барлығын тек однотонный деп айтады ғой, сондай болған қаладым. Бірақ енді осы жерде посудалар тұрғандықтан, дәл осылай жасағандықтан қарсы болған жоқпын, тоже ұнады. Мінекей. Ал ең жоғарында тоже күнделікті емес, аптасына бір рет қолданатын заттарымызды қойып қойдық. Мынау біздің холодильник. Бұның уже қолданып жатқанымызға 2 жылдан асты. Одан соң бұның үстінде де тоже не бар, тумбочка бар, бірақ оның іші пустой. Енді мына астыңғы бөліктермен таныстырып өтсем, бұл жерде осылай кішігірім жасады. Яғни осылай контейнерлерге салып қойдым. Осылайға салғанды өте қатты жақсы көремін, өйткені жинақы әдемі болып тұрады. Мына жақта да біздің неміз бар, продукты, бірақ бұл жерде контейнерлер жоқ. Алдағы уақытта алып, барлығын осылай бір келгі қылып, әдемі қылып салып қояқ. Енді олардың барлығын алдағы уақытта жасайтын боламын. Менде тамаққа қосатын дәмдеуіштер, ал мына жақта мендегі торт, пирог, тәттіге қосатын дәмдеуіштер. Ал мына жағында мен әлі ашылмаған дәмдеуіштерді осы жаққа қойып қоямын. Ал мына астында бізде күнделікті пайдаланатын тарелка, леген, тақтай, сондай заттарымыз тұрады. Екінші жағында бұл жерде де мыналар дәмдеуіштер, яғни қызыл бұрыш, қара бұрыш осыған салып қойдым. Мына универсальный приправа, пакеттеріміз, ар жақта майлықтар тұрады астында.
осы екеуі маған қатты ұнайды. Одан соң бір носы бар, бізге онша ұнамаған. Мына сурмалар. Үлкен екі сурма жасап қойған. Біз негізі осылай 3 сурма болған қаладық. Енді олардың жасап бергендері осылай болды. Бұл жерде бізде күнделікті пайдаланатын қасық, вилка, соң майда шүйде заттарымыз болады. Бұл өте үлкен болып жасап қойған, жабылып ашылу қиынырақ. Ал мына екінші сурмада бұл жерде де күнделікті пайдаланатын посудаларымыз бар. Осы жерге саламыз. Одан соң вытяжка тұрады, бұл жерге полка жасапқан жоқпыз. Өйткені керек емес бұл жерге полка. Ендігі кезекте достар, плита және де вытяжкамен таныстырып өтемін. Плита LG компаниясынікі, яғни сенсорный плита. Қосатыны осы жерден қосамыз. Уақытқа қойып қойға болады, мысалы, кез келген тамақ жасап жатсақ, қазір. Кез келген тамақ бір жақсы жері тез қызиды. Максимум 9-ға қойдым, міне қараңыздар, уже бәрі осылай тез қызиды. Осылай тамақ жасап жатып, мен мысалы 10 минутқа қойып қойдым. 10 минуттан кейін бұл өзі 10 минут уақыт өткеннен кейін не береді, сигнал береді. Яғни сіздің уақытыңыз өтті деген сияқты болса, минутқа қойып қоюға болады. Және де бір қатты ұнайтын жері, осылай өшіріп қойғаннан кейін, мынандай белгі шығып тұрады. Мен жаңа да қосып қойдым, байқаусызда. Өшіріп қойдым. Осылай белгі болып тұрады. Яғни бұл әлі суыған жоқ деген сияқты. Бұл суып болғаннан кейін, бірақ осы белгісі өшеді. Бұл мұнда тағы да бір ұнайтын жері, осылай құлтайтыны бар. Осыны бас қойсақ, ешқандай балдар қоса алмайды. Қоса алмайды. Осыны бас тұрып, қайтадан құлыпты шешуге болады. Енді кезекте тағы да бір ұнайтыным, енді кезекте менің вытяжкамен таныстырып өтейін. Бұл Bosch фирмасынікі. Светін осылай қосып, өшіруге болады. Және де 0-ден бастап 3-ке дейін, максимум 3-ке дейін. 2, 1, өте жақсы тартады, маған қатты ұнайды. Неке достар, кішігірім өзімнің ас үй бөлмемен таныстырып өттім. Тағы да айта кететін жай, мынау бізде столешница, бұның үстінде артық зат болған қаламаймын. Өйткені нақты күнделікті үйде қолданатын заттар ғана болған қалады. Осылай көбісі былай іліп, толтырып қояды, ондайды өзім мүлдем ұнатпаймын. Бұл жерде күнделікті пайдаланатын яғни бізде тефаль, шай ішуге, пышақтардың жиыны и тамақ жасайтын набор. Енді кезекте біздің ас үй бөлменің ең соңғы техникасымен таныстырып өтейін. Яғни бұл бізде ыдыс-аяқ жуатын техникамыз. Bosch фирмасынікі. Бұны да біз әлі қолданып көрген жоқпыз. Өйткені біз бұны күнделікті посуда жуғанға қолданбаймыз. Өйткені үйде адам аз, 4-5 қана адам тұрамыз. Өзім посуданы қолмен жуған ыңғайлы. Ал бұны біз қонақ күткен кезде, көбінесе үлгермей жатамыз ғой, сол кезде ғана қолдануға бола алдық. Неге? Іші өте үлкен. Осындай тарелкалар қойып, мына жерде стакандар қойып жууға болады. Енді жақсы жуады деген ойдамын, өйткені Bosch жақсы фирманыкін алдық, Bosch фирмасынікі үлкенін алдық. Достар, мен өзім бұрыннан армандайтын өзімнің кухням, яғни ас үй бөлмем тек 100% ақ түсте болса деп ше, сондайды қаладық. Ешқандай не араласпаған, осылай бір көргенде адамның көзіне бірден баурап алатын түсті таңдадық, яғни ақ түс. Ал мынау ұстайтын жерлерін біз қара түске қойдық, өйткені біздің кухнямыздың өзі ақ пен қара түстерді бар. Мысалы, духовка, пеш, плитамыз қара болғандықтан осы ұстайтын жерлерін қара қылдық. Ал өзі кухнямның өзі чисто 100% ақ түс. Ал мынау узорларын, қазір кезде осындай узорлар хит болып жатыр, сол үшін екі жақта шамалы әдемілік берсін деп, осы екі узорды осындай айнасын қойды. Осыны да екі жағына дәл осылай болсын деп арнайы тапсырыспен жасаттық. Өйткені осылай тамақ жасап жатқан кезде, как не болады ғой, королевский сияқты. Осы екі астында және де үстінде енді менікі ас үй бөлмем болған соң, бұл ас үй бөлменің ханшайымы мен болғандықтан, сол шамалы өзінде бір андай болады ғой, ханшайым сияқты болып. Сол сияқты осылай екі жағында специально осы узорлар жасаттық, королевский узор сияқты болсын деп. Столешница мен кухонныйдың фартугы мраморный сияқты болып таңдадық. Өйткені қазір кезде олар хит болып жатыр, және де мен білесіздер, рецептер түсірем, видео түсіруге де, фото түсіруге де өте әдемі көрінеді. Жарық, аппақ, ешқандай артық несі жоқ.
сол үшін осыны таңдадық. Полда біз полный кафель қылдық, өйткені кухня болғандықтан көп тамақ жасаймыз, сол үшін ыңғайлы болсын деп осындай кафель жасадық. Өйткені енді өздеріңіз білесіздер, көп шашылады, жинап алаңға ыңғайлы болсын деп. Бұны да мраморный болып жасаттық. Енді кезекте біздің обой. Мен бұл обойды көрген кезде бірден өзім ғашық болып қалдым. Бірден көрдім, и айттым, мынау менің ас үйіме өте күшті үйлеседі деп. Ешқандай артық несі жоқ, осылай ақ, серый түсте. Мінекей достар, мен өзімнің ас үй бөлмемен таныстырып өттім. Сіздерге ұнаса осы видеома лайк қойып, астына өз ойларыңызды комментарийға жазып өтіңіздер. Сіздерге де осындай ас үй бөлме жұғысты болсын. Әрбір қыз-келіншектердің арманы ғой, ас үйі кең, жарық, әдемі болған қалайды. Сол сияқты менің дәл осындай кең, әдемі, жарық ас үй бөлмем сіздерге де жұғысты болсын. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеода ремонт үйімнің басқа бөлмелерімен таныстырып өтемін. Яғни ремонттан кейінгі рум-тур болады. Міндетті түрде видеомды жіберіп алмаңыздар. Сіздерді жақсы көремін. Қош, сау болыңыздар. Ши төбені алма мен қолды осында ал. Су аға, су аға. 1, 2, 3. Бөлмемен, яғни кухон... Решетка ма? Аға. Ой, мен сұратсын ба? Су болады, я су болады. Сен сүріп отырмын, сен сүріп отырмын. Мына күнедегі бері жақындасай. Мінекей, мына жер. Қысқа, енді бұл соңғы сөзімді айтайын. Фартук дейді. Фартук. Фартук. Не деп айттым? Білмеймін ғой, мрамор дедім. Мрамор сияқты болды, мына жер фартук. Сен әлі түсіріп жатсың ба? Иә. Сен таныстырасың? Жақып қой керек